Қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге осындай етті бәліш, яғни мясной пирог дайындайтын боламыз. Видеоны соңына шейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Тестісі өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Керек заттардың бәрін астына описанияға жазып кететін боламын. Алдымен жылы суымызды, оның үстіне сүтімізді құйып, ашытқы салып, тұз, қант саламыз. Күнбағыс майын құйып, сонан соң ұн салып, жақсы жұмсақ қамыр илейміз. Осындай жақсы қамыр илеп шығамыз, қолға жабыспайтын. Сонан соң фаршымызды алып, оның үстіне ұқсақтап туралған жуамыз салып, картопымызды саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрышымызды саламыз. Менде бұл жерде фарш тұздалмаған. Сіздер енді тұздалған фарш болса, тұзын абайлап салғаныңыз жөн. Майонез қостым. Майонез ол өз еріктеріңізде. Мен самсаның фаршына да барлығына осылай майонез қосам, өйткені сочный жақсы болып шығады. Мінекей бізде 1 сағат өтті. Қамырымызды көтерілді. Енді 2-ге бөлеміз, біреуін үлкенге, біреуін кішкентай қылып. Мінекей 2-ге бөлген қамырымыздың үлкенде бөлігін жайып, сонан соң үстіне фаршымызды жақсылап біркелкі болып орналастырамыз. Сонан соң үстіне екінші бөлік қамырымызды жақсылап жайып, өз қалауыңызша пирогымызды жақсылап түреміз. Осылай пирогымызды жақсылап түріп болғанша, біз духовкамызды 160 градусқа қыздырып, 40 минутқа пісіріп алатын боламыз. Мінекей мен жақсылап бүріп алдым. Енді өздеріңіздің қалауыңызша үстіне әсемдеп істеулеріңізге болады. Бұл жерде осылай видеодағыдай кететін болсаңыздар, пышағыңыз жақсы өткірлеу болу қажет. Енді кезекте 1,5 сағатқа бетін жауып көтерілу үшін қойып қоямыз. Онан соң жұмыртқамызды жағып, үстіне духовкаға жібереміз. Тағы да айтамын, 160 градусқа 40 минутқа. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Өте жұмсақ, дәмді. Келесі кездескенше сау болыңыздар.